Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Демежан. Бүгін біз Яндекста жеткізу тарифында жұмыс істейтін боламыз. Жеткізу және курьер екі тариф, курьер өшірінбейді. Өшірсе де менің ойымша қазір екі тарифта да тасқан жұмыс деген тиімді болар. Бүгін бізде 7 июнь, 7 маусым, 6 маусым, вторник. Кешіріңіздер, бүгін 6-сы сағат 9-дан 52 кетті. Бүгін азанда ұйықтап қалдым, кеше жұмыс істемедім. Полный кеше күн демалдым, өйткені үй шаруалары болды. Бүгін азанда ерте тұрам, таксида жұмыс істейін деп едім, ол да болмады. Мопед айтып едім сіздерге, мопед іздеп табамын деп іздеп жатырмын. Мопедтер бос емес, көп OLX-тан барлық нелерге звондадым. Осы подписчигімді кездестірдім, маған номерін берді, сол кісіге хабарласам. Жаңа осы биыл алған 16 мопедтер бар екен, соларды тапсырады екен. Сонымен содан звондап алып көреміз, мопедті арендаға келісіп. Енді маған 20 мың теңге қарызым бар, ертең беретін, сосын мопедке бір 30 мың теңге депозит дейді. Ақша жасап алу керек. Сол себепті мен қазір плотный бүгін ертең ары күні істеп бір выходнойға таман планировать етемін, сол мопедті алатын боламын. Ал енді бүгін жеткізу тарифтерінде жұмыс істейміз. Негізі мен мынараға бейнеролик қойып қоямын, дорожкасын өтіп қарасаңыздар болады. Осы уақытқа дейін, сағат 10-ға дейін таксиде сағат 7-де шықса, азанда 10 мың теңге табыс табуға болады. Негізі 10 мың теңге табуға болады. Ары қарай мысалы неге шығып кетуге болады, жеткізуге. Бірақ қазіргі таңда дала ыстық болып жатыр, көп машиналар линияға шықпады ғой деймін, сол себепті, және ауа райына байланысты ғой деймін. Сонда ыстық, жаңбыр жауса, жел соқса, қар жауса, қайту коэффициенттер көтеріледі. Қазір таксида өте әдемі болып жатыр, өздерің байқап жатқан шығарсыздар. Таксида коэффициенттер практически күні бойы жанып тұрады, кешкіде, күндізде табыс елдер 30 мың, 40 мың, 50 мың теңге күніне жасап жатыр. Скриншоттарын көріп жатырмын, группаларға жіберіп отыр. Негізі такси жайлы группа бар Телеграмда, осы бейнероликтің сілтемесін осы бейнеролик астына қалдырамын. Курьер бар туралы, курьер болсаңыздар да группа бар Телеграмда, және де такси жайлы WhatsApp группада бар. Осы группалардың сілтемелерін осы бейнероликтің астына қалдырамын. Ал жарайды, қазір профильға кірейік, фотоконтроль сұрайтын шығар, термокор бәрін алып фотоға түсіріп, линияға шығып бастайық. Бүгін қандай табыс табамыз, қанша уақыт жұмыс істейміз, көре жатармыз достар. Міне 9-дан 54 кетті, 6 минутымыз бар. Сағат 10-да айту не жанатын еді, геозона. Так, міне Young Pro деген бағдарламаға кіреміз. Мұнда фотоконтроль личности тұрып тұр. Бұл қай аккаунт? Бұл бізде таксидің аккаунты, жарайды өтпей қойайық. Міне қарап отырсаңыздар, кеше демалдым понедельник, былайынан стабильно күнде азаннан түске дейін жұмыс істеп жүрмін. Сосын қайтып жүрмін. Міне осындай табыс өздерің көріп отырғандай. Таксопарк такси колеса дейді. Так, енді біз колеса доставка таксопаркына алсамыз, негізі бір Яндекс таксиде табысыңызды ұлғайту үшін ең алдымен серіктесті дұрыс таңдау қажет. Мен колеса таксопаркын таңдадым, өйткені осы парк барлық қажетті талаптарға сай келеді. Олар ең біріншісі сенімділік, әрдайым қолдау орталығы байланыста. Ақшаңызды жылдам әрі тәуліктің кез келген уақытында шеше аласыз. Күшті акциялар мен бәйгелер әрдайым ұйымдастырылады. Шамамен әр қалада таксопарктың кеңселері бар. Такси жүргізушілері мен курьерлерді тіркейді. Әр апта сайын бәйге ұйымдастырылады. Курьерлер арасында бәйгенің 30 қоры 350 мың теңге. Такси жүргізушілер арасындағы 30 қоры бәйген әр апта сайын 750 мың теңге достар. Дәл қазір осы номерге жеке куәлігіңді немесе жүргізуші куәлігіңді, техпаспортыңды жібер. Таксопаркқа менімен бірге тіркел, табысыңды көтер. Оларда бөлінген диспетчерский для курьера бөлек. За нарушение правил сервиса можно на время лишиться бонусов. Теперь за нарушение правил сервиса будут отключаться бонусы, например, гарантия минимальной стоимости заказа или бонусы за выполнение целей. Потерять доступ к ним можно на срок до 30 дней дейді. Осындай мне предупреждение келіп отыр. Проверка личности сұрап отыр. Өттік. Далее. Фотографии отправлены. Приоритетіміз 11. Моя доставкада көп болды, тоже жұмыс істемегеніме. Так, кеден қараймыз. Фотоконтроль. Термокорба сұрап тұр. Пройти проверку. Жерінде термокорбымызды алайық. Отправить. Кетті достар, кетті. Міне достар, 9-дан 57 кетті, уже плюс 2 приоритет беріп қойды термокорбқа. Міне термокорбқа плюс 2 приоритетіміз бар.
медкнижкамыз бар. Золото 3 дейді. Келесі айға платина дейміз. Келесі айда платинаға жеткіземін достар. Так, қарап отырсаңыздар, міне по городу 1000 теңге дейді. Так, міне сағат 9-дан басталады екен. Мен сағат 10-ды күтіп отырсам, 9-дан бастап жұмыс істей беруге болушы еді. По городу 1000 теңге достар. 1700 теңге деген жоғы кетіпті ғой. Жоқ. Сағат уже 11-ден бастап сағат 12-ден 1400, 12-ден бастап сағат 1-ге дейін 1300, сағат 1-ден 2-ге дейін 1200, 2-ден 4-ге дейін 1000 теңге, 4-те 9-ға дейін 900 теңге. Короче, доставканы достар сағат 1200 теңге жарайды. 2-ге дейін істеуге болады. 2-ден бастап таксиға ұру керек, кешке такси ұру керек. Мына вручение дегендері де бар міне. 25 вручениеға 6000 теңге, 20 вручениеға 4,5, сөйтіп 15 вручениеға 2,5, 10 вручениеға 1100. Мынау аса қатты рөл ойнамайтын сияқты. Егер де азаннан кешке дейін чисто доставкада істейтін адамдар болмаса, мен таксимен всегда алмастырамын. Көреміз, заказ линияға шығайық. Тапсырысымызды, бірінші тапсырысымызды күтейік. Сонымен бүгін қанша табады екенмін? Сағат 9-дан 59 кетті. Километраж далада 23 градус. Бүгін вроде нормально. Көлеңкеде тұрмын, бірақ мен паркингтан шыққаным. Паркингта көлеңке бізде 6200 километр бай, уже майды ауыстыру керек негізі ше. Осы воскресенье ауыстырам деп айтып едім, оған уақытта болмады, воскресенье көп шаруа болды. Бірінші заказ түсті. Навигатор сразу ашылып кетті, менде автоприем тұр. Достар. Так. Менюға кірейік, бірінші картамыз қайда? Карта емес, навигация. Навигация, внутренняя навигация, назад. Все нарадан. Яндекс навигаторын жабамыз. Қандай заказ екен? Новоситидан магазин Madness дейді. Қайда барамыз? Сығанақ 17F неге барады екенбіз? Неге? Зеленый квартал жаққа барады екенбіз. Осындай заказ. Золотода бір жақсысы доставкада уже. Конечно, адрес бәрін көріп отырасың. Кеттік енді, достар. Сағат 10 бастадық. Уақыт 00. Километражымыз 0. Бастадық. Достар, міне Madness деген магазинге келдім. Комментарийде көрсетілгендей, мынандай клубникалар бер жерді ғой. Мына жерде жазып қойыпты бір нәрсе. С днем рождения, дорогая сестренка дейді. О, сіңлісіне қарындасына подарка жіберіп жатыр ғой. Сағат 10-нан 9 кетті. Получить басамыз. Посылка получена. Көрейік бағасы қандай екен. 21 минут береді бізге. 20 минутта 1420 теңге, 80 теңге Яндекс төлеп береді достар. Негізі осындайда қысқа заказдар орындаған жақсы еді. Тез 1000 теңгеден дұрыс етіп ала бересің. Көреміз енді не болатынын кешке дейін. Жұмыс істеп жатырмыз. Достар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Осы роликке лайк басып қойыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бүйтіп отыр. Лайк дейсің ғой. Достар, 10:39 кетті. Осы тапсырысты аяқтайын, барып беріп келдім. 1420 теңге маған наличкамен берді. Аударып жіберді. Продолжить. Келесі заказ күтеміз. Автоприем заказовты өшіріп тастайық. У вас слишком низкий баланс дейді. Неге ауысып кетті ғой примерно безналға. Опции для тарифовтың ішінде жоқ опции. В общем, онда так. Фотоконтроль, расписание сотов. Мне автоприем заказов деген бар. Содан галочканы алып тастайықшы. Готово. Зонаның ішіндеміз. 1700 теңге достар. Сағат 11-ге дейін. Бағана көрінбеп еді. Фотоконтроль термокорп болмағандықтан ғой дейін. 1700 теңге бар екен. Мен бітті өшіп қалдыма десек. 1700 теңге бар екен. Сағат 20 минутымыз бар. И бұл заказымыз сонда бізде 1600 теңге. 1600 теңге. Осындай міне. Көріп жатармыз енді ары қарай не болатын. Аяғына дейін. Көріңіздер, келесі заказ күтіп отырмыз. Достар, түсіп жатыр заказ, түсіп жатыр. Керуен парк достық 9 дейді, Туран 32 доставка. Тариф доставкамен түсіп жатыр. Қабылдадық. Коэффициент қандай болды? Жаңа көрмей қалдым. Коэффициентпен келді дейсің ғой, короче. Кеттік, орындаймыз енді осы заказды. Достық 9-дан бутик Сваровскийге барамыз. Достар, жаңа видеоны түсірдім ғой, түсіріп қарап алдым. 1900 ғой коэффициент, 1900. Жаңа дос балада звондап қалды, айтам ғой 1900 коэффициентпен түсті. Ой, 2500, 2000 мен коэффициентте түсіп жатыр дейді доставкада. Мә қасқа дегенсің ғой. Де, көреміз қанша болатын енді. 20 000 теңге табатын шығармыз бүгін сағат 5-ге дейін. 6-ға дейін. Көреміз қалай болады. Да, күнде ыстық. 34 градус далада, 34 градус. Кондиционер спасает. Кондиционер жоқтарға қиын осылайда жұмыс істеген. Қой, керуенге бар жатырмыз. 1900 коэффициентпен доставка Сваровскийге кіреміз қазір. Мынандай пакет беріп жіберді. Мен керуеннен алып шықтым. Енді получить дегенді басайық. Получить. Посылка получена. Готово. Готово. 11 минут беріп тұр бізге навигатор. Бағасы қанша? 2850 теңге достар.
Достар, міне платное ожидание кетті, нардан көрінбейді. Міне, короче, неге келдім ғой мен, центр матери и ребенка деген, Туран 32-ке. Пока тауып неткенше, бергенше, короче. Заказ будет оплачен картой. Мұны 2930 теңге, ожидание 80 теңге беріпті. Енді қайтеміз енді. Осындай міне жағдай. Заказ Туран 24, ITK 11, ресторан. Күндігінше ресторанды қабылдамау керек. Ресторан қабылдамаймыз, достар. Иткені күттіртіп қояды, бір заказды бір сағат орындайсың, осы частный заказдар орындаған артық. Осындай міне. Так, активность. 5 активность алып қойыпты осы заказға. Законына өткіз сау керек еді, -4 активность. Интернет өшіргенмен істемейді екен олай. Заказ түсіп атқан жоқ, бірақ бір нәрсені сіздерге көрсетейін. Міне заказдың ішіне кіріп қарасаңыздар, менде мына заказ және достық өздеріңіз көргендей 2960 теңге ма сондай болды, ал міне көрсетіп отырған 3282 теңге. Міне кіріп отырса, міне 2930 теңге, 440 теңге, получается 572 теңге негізі комиссия. Бірақ 572 алып тастасам да 2400 болады емес пе? 2300 байланбай таза түсу керек. Бірақ маған 2710 теңге таза түсіп отыр. Өйткені баға өсіп кетті, баға. Бұл таксопарк колесада ғана бар, колеса доставка таксопаркында осындай ғана бар. Корпоративный заказдарда осындай в общем, мен бұрын ойлап жүрдім корпоративный заказдарды. Мысалы, жаңағы частный заказ болды. Мүмкін олар Яндекспен договорда шығар, жаңағы Сваровский. Осылай мне баға көтеріледі, сонда біз үнемдейміз, комиссияда үнемдейміз. Осы паркпен табысымыз жоғары болады, достар. Жаңағыдай басында айтып кеткендей, осы астына номер қалдырамын, осы номерға техпаспорт, удостоверение, тех праваларыңызды жіберсеңіз тіркейді. Осылай, міне осы паркта осындай, басқа парктарда осындай жоқ. Басқа паркта 2930 теңге болса, 2930 теңге болса таза 2200 ғана түсуші еді. Осылай үнемдейміз. Заказ түсіп жатыр. Доставка тарифімен от двери до двери дейді. Конечный точкасын көрсетпеді, бірақ біз Туран 30, короче, ары-бері барып келеміз ғой, міне осындай заказ түсті. Жаңағыдай, не ресторан емес, күттіртетін емес, кіреміз, алып кетеміз дегендей. Осы желательно енді ресторандарды возможность болса пропускать ету керек, возможность болмаса. Осы негізі активность неге влиять етпейді. До того ресторандар пропускать етіп, чисто частный заказдарды орындау керек қойдың. Сол кезде кішкене табыс жоғары бола ма екен. Көреміз, көріп жатырмыз, осы роликті аяғына дейін көріңіздер. Осылай міне. Сағат 11-ден 30 кетті. Тағы бір заказ түсіп жатыр. Сығана қалпыс дейді. Абу-Даби плазаға барамыз. Тариф доставка. Жаңағыны орындадым, достар. Так. Міне. Жаңағыны орындадым. 1600 теңге. 1290 теңге шықты. 600 теңге геозанамен төлеп берді. Әдемі ме? Әдемі. Қазір қайда барамыз? Бұны алып, неге барады екенбіз? Зеленый квартал жаққа, жағалау жаққа. Міне. Сат Ситені, мына Санрайс дегендер ЖК барды, соның артындағы үйлерге барамыз. Кеттік, достар, сағат 12-ден 03 кетті. Давада 30, қазір көрсетейін. Давада 37 градус. Достар, аяқтадық. Тапсырысты күлтеген, жаңағы 4-ші подъездге келдім. Линияға шықтық. 4 заказ 6700. Мопед, велосипед бәрі тұр. Әне тұр машинам. Давада ыстық, достар. 39 градус көрсетіп тұр машинада. Не деген сұмдық дейсің ғой, осы уақыттарда ұйықтап жататын үйді. Қазір доставкада жүрміз. Бүгін енді 30 мың теңге табу керек болып тұр маған. 30 мың теңге табам, достар. Қарап отырыңыздар аяғына дейін осы роликті. Машинада. Машинада керемет салқын рахат. Заказ түспей жатыр ғой бізге. Заказ жоқ. Күтеміз енді заказ. Сағат 12-ден 43 кетіп тұр. Достар, тағы бір заказ түсіп отыр. 450 коэффициентпен доставка дейді, тариф доставка. Мәңгілік ел 17-ге апарады екенбіз. Осы жерден, жағалаудан. Қандай заказ түсіп отыр? Курьер 3 точки дейді. Короче, қабылдаймыз. Қазір қараймыз. Так, қараңдар, достар. Осындай міне. Мәңгілік ел 41, Астана проспект Улдава 7Б дейді. Қабанбай Батырға 43-ке, Туран 55-ке. Мынау бізде код получения лаваш фуд. Мынау Мәңгілік ел дейді, One Mart. Короче, One Mart'тан аламыз, мынаны пропускать етеміз. Міне, достар, One Mart'қа кірдім, 8006 дейді. Міне 8006 посылкамызды алдық. Забрал посылку. Кеттік, енді лаваш фудқа бармаймыз, тамақ тасығым келмей, тамақ көп күттіруі мүмкін. Мүмкін тез дайын болады, бірақ ну все равно. Достар, не лаваш фудқа жақындадық, міне карта бойынша. Қазір на месте басайық.
На месте, хорошо. Қазір бұрын күттіртетін, қазір жоқ қойды мұндай күтетін. Парковаться етейік. Так, міне. Так. Міне пропуск деген бар. Пропускты басамыз. Болды. Пропустили. Неге кеттік? Мына заказым одиночный, короче. Мультизаказ орындамаймыз. Мына как раз Қазақоева заправкаға кіру керек, бензин жанып қалды. Өздерің көргендей. Доставкада бір жақсы адам тасымайсың, жол жөнекей жұмыстарыңды бітіре бересің. Мынада сәті келіп түсті. Неге мен мультизаказ орындамаймын? Өйткені мультизаказ бағасы 2000-нан жай асуы мүмкін, но жаңағы геозона 1500-1600 болған кезде бір заказға. Лучше бір заказ, бәрін пропускать етіп, бір заказды орындасақ 1500 теңгесін аламыз. Сосын ресторандар күттіртеді, ондай заказдарды тасығым келмейді. Көп уақыт кетіреді ресторандарда күттіртіп. Лучше осындай міне маркетплейс, частный заказ, үйден бір заттар беріп жіберу деген. Зато күтпейсің да, келіп алып апарып тастайсың. Бірақ арасында болады вертяктары. Адресін етпей, ақшасын төлей алмай жатыр, короче. Ну, жұмыс істеуге болады деген. Осындай міне әдіспен бүгін көріп жатырмыз қанша табады екен. Аяғына дейін көріңдер, сағат 13:35-39 градус табады. Бағана 40 көрсетіп тұрған, 40-қа дейін жетті ғой, ё-моё. Достар, келдім, міне опоздание 5 минут деп тұрды, на месте бастым, вести код дейді. Көрдіңіздер ме, жаңа екі цепочкамен жаңа Вавашфудтан да алып апарсам да, общий бағасы 1590 теңге шығып тұр. Екі вручение тағы бір 40 минутымды кетірер едім. Мен жаңа пропускать еткен бір пайдасы, зато мен қазір завершать етем, бағасы бір 700-800 теңге шығады. Бірақ Яндексінен 1400-ге дейін ба, сондай төлеп береді. Сонда разница болмайды, мен уақытымды үнемдедім. Міне достар, 1070 теңге шықты. Так. Лифтіміз 10 этаждан 1070 теңге шықты. Продолжить. Жаңа заказдарымызға кірейік. Міне заказ 1300 теңге. Сонда Яндекс бізге төлеп берді. Сол көрдіңіздер ме? Жол жөнекей заправкаға кіріп алдым. Тағы бір заказ түсіп жатыр, достар, тағы бір заказ түсіп жатыр. Курьер тариф 400 коэффициентпен от двери до заправки центра. Короче, тоже тамақ емес, күтпейміз. Резко алып аламыз да, тапсырып кетеміз. Баратын жеріміз алыстау, енді Самал жаққа, Қабанбай жақ. Не. Ну ничего, нормально, нормально. Әдем болып жатыр бүгінгі доставка. Сағат 14:45. Мен кетіп бара жатырмын заказбен. 41 градус табады. Терезелерді ашып қойдым, кондер уже ұстамайды. Машина қыз кетіп береді. Үйге барып, күн түскенше дейін үйде боламын. Достар, кешке шығам. Бір-екі заказ доставкамен істейміз де таксимен, короче. Бүгін 12-ге дейін жұмыс жасаймыз, түнгі 12-ге дейін. Бірге болыңыздар, сіздерге 1-2 секунд өте шығады, мен барып дем алайын. Ыстықта кеттім, достар. Міне достар, өздеріңіз көргеніңіздей терезелер ашық тұр. Терім көзге түсіп отыр да, көзімді ашытып отыр. Болды, қайттым үйге. 10 мың теңге таптық, 10.700 теңге. Путь домойға қойдым, үйге қарай заказ түседі. Жаңа 1-2 заказ рестораннан түсіп еді, Туран 24-тен отмена бердім. 85-қа дейін түс қалды, активность, соны автоприем қосылып кетті. Домой қойдым, короче. Сонымен кешке такси көреміз. 10 мың теңге қалтада. 52 километр жүріппін, 52 километр. 4 сағат 40 минут жұмыс істеп жатырмыз. Болды, күн ыстық. Таксида коэффициенттер жанып жатқан шығар. Машина көп шығып жатқан жоқ шығар линияға. Жарайды, аяғына дейін көріңіздер, бірге болыңыздар. Достар, міне сағат 19:00, тура 19:00. Ұйықтап алдым, 1 сағат ұйықтадым ғой. Ұйықтап тұрған соң басым кішкене ауырды. Что-то ұйықтаған сайын. Күн түсіп отыр. Кішкене басым ауырды, салқын душқа жуынып алдық. Тамақ ішіп алдық, салқындап демалып алдық. Сағат 19:00 линияға шықтым. Короче, бағана үйден қайтып бара жатқан кезде заказ түсті путь домоймен. Бірақ 2 точка болды, дәл үйдің қасында. Бір жерден алып кету керек болды да, орындай салдым екеуінде. Сонымен қарап отырсам, түсті заказ. Улдава 40, блок Лагманға барамыз, не жаққа. Новосити жаққа. Оны апарамыз, Алихан Бөкейхан 29, Венский квартал. Ой, керемет, жақсы болды. Қандай коэффициентпен түскенін білмеймін. Өйткені менде активность 86-да. 4 заказ автоприемка мәжбүрлеп қойып тастады автоприемда. Автомат түрде заказ қабылданатын болады түссе. Сондай доставкада. Бірақ золото мен қай жаққа баратын кейін соны бәрін көріп тұрмын. Осы жаңа 7 заказбен бітіріп едім ғой, үйге кетіп бара жатқам путь домой ғой, сол 2 точкамен сонда 9 вручение болып тұр менде. Қазіргі мына заказдың үстіне 1000 теңге қосылады ғой, короче, өйткені 10 вручениеға 1100 теңге бонус беріп тұр Яндекс. Сонымен бұл заказ бізге тиімді болады. Қайткен қысқа болғанымен, сонымен бүгінгі бізде 10 вручение доставкадан бағасын қазір айта кетемін. Осы заказ орындап саған соң нәтижемді айтамын, қорытынды жасап кетемін. Осындай бүгінгі смена ұйықтап қалған түрім. Сағат 9-да тұрып, әйелімді жұмысқа апарып, жуынып, чайынып, онда шықтық қой, онда. Негізі басқа видеоларым бар ғой, өздерің көріп жүрсіңдер ғой. Сағат 7-те шығып жүріп,
10-ға дейін 10 мың теңге таптым. Осының алдында бірақ сізмен түсірген жоқпын. 6-да шыққан, мен сіздерге айтып едім ғой, 6-да тиімсіз деп. 6-да шыққанмен сағат 10-ға дейін 15 мың теңге істедім мен. Короче, ерте шықсаң ақша болады. Ерте тұрып істеу керек. Келесі бейнеролигім достар, енді осы қазақша арнаға таңғы 6-тан бастап будний күні сағат 10-ға дейін 4 сағат жұмыс істеп қанша табады екенбіз, сондай ролик түсіремін. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп тағы да бір айтып қояйық. Деп пробкаларды бастағайын деп тұр ғой деймін. Мүмкін көреміз қазір, заказ бітіріп, бағасын көріп, километражын бәрін көрсетейін. 26 градус, паркингтан шықтым, 26 градус көрсетіп тұр. Бар ғой, неге қайтып кеттім үйге? Өз-өзімді аяған жоқпын достар, мен шиловшы, мен машинамды аядым. Машинам кондер қосып тұрғанмен не көтерілді, температурасы көтерілді. Кондерді өшіп тастаймын, температурасы қалпына келеді. Кішкене машинада енді ыстықта қатты тозып кетеді ғой, сол ақша болмай кішкене машинамды аясаң, ақшаны көп тауып береді. Аз расход кетіресің. Машинада аямайды депсең, көп ақша жұмсайсың машинаға, табысың аз болады. Сондай тұжырым. Шашым душтан кейін қазір кондердің астында отырмын, ауып қалым ба? Жарайды, сонымен не болса болсын, жұмыс істейік достар. Достар, екінші заказ түсті. Камал 5-тен Майлина 37-ге баратын боламыз. Келдім міне Майлинаға келдік. Вручил дейсің да. И бағасы 2660 теңге. Күшті ма? Күшті. Так. Чат-ботты қарайықшы, линияда тұра берейік. Что-то мен такси деймін де, что-то таксиға желание келмей қалды шығуға. Бірінші чат-ботымыздан тексеріп алайық. Чат-ботымыздан. Запросить, где я, окей. Майлина 37 коэффициент равен 170 дейді. И бізге доставкадан да Күйшедина 28-ден позвонить вынесу дейді. Вообще керемет. Баратын жеріміз Малика Габдулина. Коэффициентпен түскен шығар, білмейміз енді. Такси 1250 дейді доставкада. Доставканы аяғына дейін ұрайық онда. Көреміз, көріп жатырмыз. Айту бір ауысқан кезде мен шығам, ничего касап, жоспарлау, пландап деген сияқты. Не де кеттім мен, короче. Не надо планировать деген сияқты. Пусть как будет, как прет, так прет, солай работать деген сияқты. Соны мағынада айтайын дедім. Пока әдемі келе жатыр ма бағасы да. Осылай көріп жатырмыз, қазір кешке қанша болатын, қалай жұмыс істеп кететін. Все спонтанно. Все не дейсің ғой. Чисто импровизация ғой жұмыста бүгін. Кеттік, сағат 8-ден 30 кетті, 8,5 сағат кешкі. Бір подъездге 4-ші этажға көтерілдік, 4-ші этаж 7-ші квартира дейді. Тапсырысымызды аяқтаймыз. 1130 теңге. Геозона болды ма екен бізде бүгін? Геозонаға берді ма? Қазір 700 теңге дейді. Бұл заказ кірді ме екен? Так. Бұл заказ кірген жоқ. Бұл заказ кірмеді. Так. 3 вручение бар. 2,5 мың теңге аламыз 3 врученияға. Таксида не болып отыр бізде? Таксида не болып отыр? 240 теңге дейді мұнда. 240 теңге запросить полный. По городу 162 средний. 300-480. Пока таксида аз болып тұр коэффициенттер. Сағат 10-ға дейін тағда 3 вручение істемекіз екен, көреміз. 22-28 жеткізу бойынша соңғы тапсырысымды аяқтайын деп отырмын. Так, уйти с линии. Вручил посылку. Заказ будет оплачен картой. 1180 теңге достар. Осы мне, ал давай. Так, давада 31 градус. 103 километр жүріппін достар, 103 километр. Енді машинамды неше сағат қинадық. Осындай қазіргі табысты көрсетейін, табысты көрсетпедім екен ғой сіздерге. 9 сағат 45 минут машинамды қинап, достар, мен 19 мың теңге тауыппын достар. 21.500 деп айтып отыр. Бұл таза, комиссияның бәрін алып тастаған соң, таза осындай табыс шықты. Неге 21.500 деп отырмын? Өйткені мен мында міне кіріп қарасақ, міне 15 вручение істедім достар. 15 вручениеға 2500 теңге ертең бонус түседі. Мынандай 8-ші үйінге персоналка беріпті, бәріне берген шығар. Мен ертең тағы бір 15 істесек 3000 теңге не деп 8-ші күн алуға болады екен. Енді қазір өзімнің пікірімді айтам, қалай болған. Негізі 13 тапсырыс, 2 мультизаказ орындап жібердім. Соңында аяғында активность көтеріп алдық 91-ге. Енді таксиға шығуға болады. Рейтингімді қарасаңыздаршы, рейтинг 5 қой рейтинг. Енді ваш парк колеса доставкадан колеса такси Астана, колеса такси паркына ауысамыз достар. Қазір сағат 22:23. Енді мен
Достар, қазір фотоконтроль бәрін қарап алайық. Проверку личности дейді. Шашым айғайлап кетті ғой, шашым айғайлап кетті ғой. Жібердік. Мұнда қараңыздар. 0 теңге, короче, бүгін бізде. 0 теңге, 91 активность, золото, 5 рейтинг. Өзім пікірім, доставкада почти 10 сағат жүрдік, 10 сағаттың ішінде 20 мың теңге таптық. Енді мәз результат емес, тиіп қашық бір еріншектің жұмысы, еріншектің табысы деп айтса да болады осыны. Енді 25 мыңға қазір мен таксимен жеткіземін, 1,5 сағаттың ішінде көфтер жанған шығар. Мен сіздерге айтарым, пікірім, доставкада кешкі сағат 5-ке дейін істесе жетеді екен. 5-6-ға дейін. Даже 6 барда жақсы не болады екен. 7-ге дейін кім? 7-тен уже үйге қайту керек, не болмаса такси істеу керек. Смотря сіздер қай уақытта шықтыңдар, қанша сағат неттіңдер. Негізі 12 сағат жұмыс істеуге болады екен. Азанда сағат 8-де 8 мен 9 арасында уже жұмысқа шыға беруге болады екен доставкада, жеткізуде. 8-де шықтыңыздар, кешкі сағат 5-те бітіріп тастауға болады. 25-30 мың теңге табуға болады. 5 мың теңге бензин қойғам, әлі бензинім бар. 21.500 десек, 16.500 пока таза қалтамда бар. Енді соны қазір 4,5 мың, 3 мың, 5 мың теңге таксиден тауып көреміз. Результаттарын осы жерге сала кетемін. Осы жерде километраж жазылып тұрған шығар. Монтаж аман болсын. Сол достар, кеттік, мен таксиға кеттім. Парктарына сау бол деп айтайын енді. Осы көріңіздер, мында әдемі бейнероликтер болады. Осыған басып өтіп көріңіздер, кім көрмеген болса. Ал енді барлықтарына тек қана жақсылық, береке, жұмыстарың оңды болсын, табыстарыңыз береке болсын. Ал енді ағайын, сау болыңыздар.